Неге ашпайсың ей, әкеңнен қалған кәшігар ме еді?» деп мұны текпілей жөнелген домалақ жігітті де аямай ұрып жіберіп еді. Күн сайын тонна көмірді шелектеп тасып жүрген қарулы жігітке шыдас бермей ұшып түскеніне намыстанды ма, әлгі долданып қайта шауып, одан үшеуі бірдей бұған жабылып кетті. Екеуі ұстап тұрып, біреуі іштен екі ұрғанын біледі, талып бара жатқанын біледі. Бұның аузына ләқылдатып арақ құйып, өзінің қақалып шашалып жатқаны да еміс-еміс біледі. Сұп-суық нәрсе тамағынан өтіп қолтығына құйылған. Еміс-еміс көргені әлгілер дәу қазандықтың қақпағын сынған күректің сабымен әуперімдеп қозғап, орап әкелгендерін мықшыңдап көтеріп әкеліп отқа қарай итеріп жатты. Сол кезде ораудың арасынан әйелдің мойылдай қап-қара шашы төгіліп кеткен.